Құрметті желі қолданушылары, Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаменті тергеу басқармасы сіздің назарыңызға қылмыстық құқық бұзушылық пен заңның басқа да бұзушылықтарын жасауға ықпал ететін мән-жайларды қою жөнінде ұсыныстар енгізу құқық бұзушылықтың алдын алу тәсілдерінің бірі болып табылатынын жеткізеді. Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің 200 бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам қылмыстық іс бойынша іс жүргізу кезінде қылмыстық құқық бұзушылық жасауға ықпал еткен мән-жайларды анықтай отырып, тиісті мемлекеттік органдарға, ұйымдарға немесе онда басқарушылық функцияларды орындайтын адамдарға осы мән-жайларды немесе басқа да заң бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қолдану туралы ұсыну енгізу құқылы. Ұйым басшысын және басқа да адамдарын қабылданған шаралар туралы хабарламауы, сол сияқты істі қараған органдарын ұсынулар бойынша қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөнінде шаралар қабылдау 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерін айыппұл сала отырып, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 479 бап бойынша әкімшілік жауаптылыққа әкел соқтырады.